13 жасар оқушы қыз. 13 жасар. Ер адам 32-де қызды сөйлеседі, мектебінен алып кетеді, далаға апарады, айдалаға зорлайды қызды. Полиция ұстайды, дәлелдейді, бүкіл экспертиза шығады. Сотқа зорлықпен барады. Соттың ішінде сот үкімі қайтып қаралды. Қыз бала өз келісіммен болған деген үкім шығарады. Сонда анаған жауапкершіліктен қаштырайын. Қалай 13 жасар қыз, ол соттың қағазын қарасаң, қыздың денесі дамыған, және өзі қарсылық білдіруге күші болатын тұғын. Егер ол қарсы болатын болса, қарсы төбелесіп, алысатын еді, бірақ денесінде бір ұрған соққан із жоқ. Сол себептен ол қыз өзі келісіп жасаған. Мен қандай деңгейде сот өкілі шешім жасап отыр. Ол өзде қызы жоқ па? Оқушы қыз 13-те, кез келген психолог айтады, 13-те психологиясы дамымаған. Әлі өз шешім қабылдамайды. Неге? Мемлекеттің өзі заңмен 18-16 деп бөліп қойған. Тек қана психология бойынша адам шешім қабылдау мүмкіншілігі, өз ойын жеткізуге мүмкіншілігі 13-те жоқ қой ол. Қалай сот өкілі президент құжатымен қызметке тағайындалған сот мынандай шешім қабылдады? Мен таң қаламын. Жоғары сот қалай оған жол беріп отыр? Кеше қарау керек тұғын, қайтадан 15 сәуірге ауыстырып жіберді. Кеше қыздың ата-анасы жылап маған хабарласады. Ол сотқа журналистер кіру керек екен, бізге айтып салыңызшы. Сен журналист есебінде соны бақылауға алыңызшы. Қыздың берейін. Масқара нәрсе ғой. Мен сонда ойлаймын да, ол президент бір нәрсені айтады. Иә. Мен қазір, егер осы сот дұрыс шешілмесе, бұнда мен үлкен резонансқа көтеремін.